Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық. Абай Құнанбаев. Даланың ұлы ағартушысы Абай Құнанбаев білім мен ғылымды кез келген халық пен өркениеттің басты іргетасы деп санаған. Еліміздегі ғылым мен заманауи педагогика Қазақ мемлекеттік университеті атауымен 1928 жылдың 1 қазанында Алматы қаласында алғашқы Қазақ жоғарғы оқу орны ашылды. Әу баста жаңа жоғары оқу орнында физика-математика, жаратылыстану және лингвистика, педагогика деген 3 бөлімшеден тұратын тек бір ғана педагогикалық факультет болған. Бастапқы жоспар бойынша педагогикалық, ауыл шаруашылық және медициналық бағыттағы 3 факультет құрылу керек еді. Дегенмен заман талабына сай мамандықтар оқытылуы қажет болды. Сөйтіп халықтық білім беруді қарқынды дамыту мақсатында қайта құрылған жоғарғы оқу орнын өз алдына бөлек педагогикалық институттар ретінде дамыту туралы шешім қабылданды. Сол себепті 1930 жылы университет атауы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты деп өзгертілді. 1935 жылы бұл оқу орнына ұлы ағартушы Абай Құнанбайұлының есімі берілді. Құрылған кезде Қазақ педагогикалық институты бұрынғы Верный әйелдер гимназиясының бір қабатты кішкентай ғана ғимаратында орналасқан еді. Сол уақытта оқуға түсушілерге арналған 5 айлық дайындық курстары ашылды. Сонымен қатар педагогикалық техникума, педагогикалық училище және жұмыс факультеті құрылды. Алғашқы оқу жылында 124 адам қабылданды, оның 28-і әйел азаматтар еді. Студенттердің 75%-ға жуығы шәкіртақымен қамтылды, ал аса мұқтаж жандарға жатақханадан орын берілді. Бірінші курста сабақтарды бар болғаны 9 оқытушы жүргізді. Олардың ішінде 3 профессор, 5 доцент және 1 ассистент болды. Ол кездері оқу орнында 40-тың 40-сына жетсе де, білімге құштар 20 шақты ересек адам оқыған еді. Қазақстанның басты оқу орны үшін екінші дүниежүзілік соғысы ең үлкен сынақ болды. Майданға мобилизация бойынша өз еркімен 160-қа жуық студент пен ұстаз аттанды. Олардың 8-і Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Сұм соғыс жылдары институтта одақтың түпкір-түпкірінен келіп, Алматыда жұмыс істеген оқытушылары сабақ берді. Түптеп келгенде барша елдің басына түскен ауыр сынақ жоғары оқу орнындағы білім деңгейінің күшейе түсуіне септесті. Ал соғыстан кейінгі кезеңде елімізде білікті ұстаздардың жетіспеушілігі мен болашақ мұғалімдерді дайындайтын институтта студенттер саны күрт көбейді. Университет 70-ші жылдары қарқынды дамыды. Нәтижесінде еліміздің алтын қорына енген Қазақстанның танымал деген ғалымдар тобы қалыптасты. Бір фильмнің шеңберінде Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің танымал түлектерінің есімін түгендеп шығу мүмкін емес. Шежірелі жылдарды парақтасақ, социалистік еңбек ері Құддыс Әбсәметов, халық мұғалімі Құмаш Нұрғалиев, тарихшы Сейітхан Исаевтың есімдері де еске түседі. Қазақстанның дамуына өз үлесін қосқан мыңдаған тау тұлғалардың санына жету қиын. Міне бүгінде Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақстанның білім беру жүйесінің тек маңызды бөлігі болып қана қоймай, халықаралық білім беру үдерісінің белді қатысушысына да айналды. Университеттің халықаралық өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі 2014 жылы Сорбонна Қазақстан институты мекемесінің құрылуы болды. Бұл жоба Франция мен Қазақстан арасында халықаралық деңгейде екі елдің мемлекет басшыларының қамқорлығымен дүниеге келді. Осылайша, бұл оқу ордасы жоғары білім мен ғылым саласындағы Қазақстан-Француз ынтымақтастығының флагманына айналды. Абай айтқандай, адам баласының өмірде өз жолын тауып, адамзат дүниетанымында бір кірпіші болып қалануы аса маңызды. Ұлы ақынның есімімен аталатын жоғары оқу орны өзінің мерейлі тарихымен мақтанып қана қоймайды. Оның қабырғасында білім алған қаншама түлектері өмірдегі өз жолын тапты. Қазақстандағы педагогика саласының дамуына тың серпін берді. Осы күні Абай университетінің 7 институты, 16 мыңнан көп контингенті бар. Аталған жоғарғы оқу орны бүгінде жаһандық және отандық рейтингтерде үздік университеттер қатарында. Бұл шын мәнінде бүкіл өңірдің педагогикасының символы, еліміздің білім беру саласы жүйесінің тірегі болып танылған білім ордасы. Ол тек Қазақстан тарихының бір бөлігі ғана емес, сонымен қатар ол сол тарихты жасаушы фактор бола алды. Және солай болып қала бермек.
Армысыздар, ұстаз деген ұлы есімді ұлықтап жүрген ардақты ағайын. Қайырлы кеш, ең қадірлі мамандарды тәрбиелейтін құрметті ұстаздар. Еліміздегі ең алғашқы жоғарғы оқу орны, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 95 жылдығына арналған салтанатты кешке қош келдіңіздер! Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтаңды іздеп қайғы алма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгі алма. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Сіздердің еңбектеріңіздің маңыздылығын Ұлы Абай атамыздан асырып айта алмаспыз сірә. Олай болса, осы айтулы күні атап өтіп отырған білікті маман даярлауда жоғары білім беру жүйесінің көшін бастап келе жатқан Қара Шаңырақтың мерейтойы құтты болсын! Ұлы Абайдың нағыз хәкімнің есімін алған еліміздегі тұңғыш жоғары оқу орнының салтанатты кешін ашу үшін алғашқы сөзі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Тілеп Болат Әніпияұлына беріледі. Аса қадірменді зиялы қауым, мәртебелі меймандар, ханымдар мен мырзалар. Бүгін қазақ жоғары білімінің қара шаңырағы, ұлт зиялысы асыл тұлғалардың ұйысқан ортасы, ұстаз атты ұлық мамандардың рухани ордасы Абай университетіне 95 жыл. Олай болса, осынау межелі мерекемен баршаңызды университет ұжымы атынан шын жүректен құттықтай отырып, осы ортада арнайы ат басын бұрып, қуанышымызды бөлісуге келген барша жанашыр дос, құрметті қонақ, мәртебелі тұлғаларымызға рияз алғысымды білдіремін. Атап айтқанда, ғылым және жоғары білім министрлігінің басшылығына, парламент мәжілісінің депутаттарына, Алматы қаласының әкімдігіне, еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының ректорларына, ұлттық ғылым академиясына, шетелдік дипломатиялық корпус өкілдеріне, көрнекі ғалымдарымыз бен университетпен тиімді әріптестік орнатқан Алматы қаласының мектеп басшыларына ерекше ілтипатымды білдіргім келеді. Ендеше қадірменді қонақтар, бүгінгі мерекелі кешке қош келдіңіздер дей отырып, жалпы 95 жыл бұл тарих үшін қас қағым сәт, бір адамның өмірі ғана. Десе де құдығын инемен қазатын, әрбір жаңалығын көз майымен жазатын, әрбір маманын майшаммен табатын ғылым білім үшін бір жылдың өзі үлкен кезең, ал 95 жыл бұл тұтас бір дәуір. Біз үшін бұл алғашқы кірпісін Санжар Асфендияров, Ораз Жандосов, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсын сияқты асылдар қаласа, қабырғасын Мұхтар Әуезов, Әлімхан Ермеков, Темірбек Жүргенов сынды ғұламалар көтерген, ал күмбезін Мәлік Ғабдуллин, Ахмеди Исқақов, Құлжабай Қасымов сияқты игі жақсылар жаққан тарихи дәуір. Бұл сауаты кенже қоғамда өресі биік халыққа айналдыруға атсалысқан 200 мыңнан астам мұғалім дайындап, ғылымның озық жолына адаспай түскен мәнді де мағыналы дәуір. Бұл осы жолды кезінде небәрі 9 оқытушымен бастап, бүгінде 5 академик, 6 ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 220 ғылым доктор мен PhD иегерлер, 261 ғылым кандидаттары, ұзын саны 996 жоғары білікті профессорлық оқытушылық құраммен 16 мыңнан астам студентке заманауи білім беріп отырған берекелі дәуір. Ең бастысы бұл Ұлы Абайдың баланы оқытуға әркім құштар десе де, ол бір арман қолдан ұшқан деген арғы ғасырдағы арманын айшықты ақиқатқа айналдырған. Осы ғасырда сол Абайдың асқақ атын арқалап, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа формациядағы педагогтар дайындау тапсырмасына
Сақадай сай оқу ордасының алтын дәуірі. Расында да бүгінгідей сауатты ұрпақ тәрбиелеу кешегі ата-бабаның сан ғасырлық арман еді. Енді міне біздің ұрпақ үшін бұл тағдырдың берген бағасыз мүмкіндігі, тәуелсіз мемлекетіміздің мәртебелі міндеті. Сондықтан да біз осы күні еліміздегі 7723 мектептің ішінде біздің түлегіміз жұмыс істемейтін бірде-бір мектеп жоқ деп мақтанышпен айта аламыз. Ол да болса, баласына мұғалім бол деп бата берген мыңдаған ата-ананың зор үмітін ақтап, сенімін сақтаған үлкен жетістік. Әрине, сол ата-ана үшін бүгінгі заман баланы қалай оқытам деген арманнан емес, қайда оқытам деген таңдаудан тұрады. Жоғарыда сан мен сапа, бұл таңдауда Абай университетінің осы күні мәртебесі биік, мерейі үстем екендігін дәлелдеп отыр. Алталаштың баласы бас қоса төр мұғалімдігі деген Бағжан атамыз. Тұғырларыңыз төмендемес ардақты ұстаздар. Концертімізді жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Ол ұстаз шабыттандырады және әр адамның адамгершілігінің артуы да жақсы ұстаздың білім беруімен қалыптасады. Ал қатал ұстаз ата-ананың мейірімінен де артық. Ұстаздың қабілетті қайрауы өмір жолындағы қиындықтарды еңсерудің алғы шарттары. Ұстаз ұлы есім. Ұстаз күннің құдіретті сәулесі секілді. Білім нәрін жайған зор тұлға. Сондықтан да ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде күні бүгінге дейін өзімізді шәкірттей сезінеміз. Ұстазы жақсының ұстанымы кемел. Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Ол ақиқатты танып қана қоймайды, оны табуға бағыт береді. Әр шәкірттің рухын оятып, жүрегіндегі сәуленің көзін ашады. Ол мәңгілікке қол жеткізген жан. Оның әсері ешқашанда толастамайды. Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтағанда ғана нағыз ұстазға айналады. Мектептегі ең қажетті пән, ең жарқын үлгі ұстаздың өзі. Әр шәкірттің адамгершілік ұстанымының бастауында тұрған да ұстаз. Ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады. Әрбір шәкірті жасаған қателікті нәтижеге айналдыруға септесіп, жігерін қайрайтын, көңілдің кілтін тауып, өмірдің мәнін түсіндіретін де ұстаз. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шындаған тәрбиеммен талғамымды, өмірдің маған сыя деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғанымда, Табылған балапанем ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. ұстазға деген ыстық сағынышым, бір әнге қалай ғана сиялады. Мерей тойыңмен ұстаздардың алтын бесігі Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті. Ұстаз деген жарық күні қаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жандығып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетіне бас иелік, мәңгілік. Өнерге жүрегі
шықсам егерде. Заманай, өткен замандар өткен адамдар келер күндер үшін, өнер гүлдер үшін, өмір сүрген үшін, халқын бағалай. Ер боп жосылдыңдар, жауды жайпадыңдар, дауды қайтардыңдар, жаз боп жайқалдыңдар, жарқын заманда. Жанар жандарды замандай көркем жеріміз бар, өркен еліміз бар, терең тегіміз бар, алда күні жарқын, жасаулы халқым, алтын замандай. Tanda
қалам. Өркені өскен өмірде жайран ардақты астанам. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай алатаудай күннен сені, гүл алматым, гүл алматым. Сұлу көктем жайнасын нұр гүлім, сайрасын болып. Туған далам аясы, дархандықтың саясы. Болағы балдай қыздары қандай, көк шырша қиясы. Жігіті оттай қыздары қандай, қырандар ұясы. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай адам. Алатаудай күннен сені, гүл алматым, гүл алматым. Сұлу көктем жайнасын нұр гүлім, сайрасын болып. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай адам. Алатаудай күннен сені, гүл алматым, гүл алматым. Сұлу көктем жайнасын нұр гүлім, сайрасын бұлбұлым.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a dar. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, di pianto al riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Stai lontano chi sta corre, a te vale tuo pensiero. Niente voli, niente spero, cade, mette sempre a fianco a me. Sii sicura chi sta amore, con il suo sicuro te. Oi vita mia, oi corre, chi sta corre, si stato il primo amore, la prima lorde mosserai per me. Oi vita mia, oi corre, chi sta corre, si stato il primo amore, la prima lorde mosserai per me. Ocretoche bevolerò, dre signor, cara avec les soldats. Oui, les torero, où son tendre, pour plaisir, ils ont les combats. Toreador, angare, toreador, toreador. Et songez bien, oui, songez combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toreador, l'amour t'attend. Toreador, angade, toreador, toreador. Et songez bien, oui, songez combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toreador, l'amour t'attend. Toreador, toreador, l'amour t'attend.
жолаушысы Айгүл Үлкенбаева. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to give or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine all the people. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен. Шынымен бұл дүние ай, шолақ екен. Қарағым ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге ай қосады екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарың ай.
дүние бекер екен, парақтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарың ай. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарың ай. Қараған қандай сұлу жанарың ай. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауырым. Туып өстім сендей есейдім, алаулатып жастық жалының. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырсап ойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырсап ойнап еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалым бар бойда сен жатқан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырсап ойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырсап ойнап еркелеп өскен ауылым.
кеңесер, тауларың бауларын аспанмен кеңесер, шығыстан батысқа салқын самал желесер, қандай көркем едің. Мереке бірлігім шаттығым бар мұнда, тынығып көкелем көк майса шағынға, ойнақсап жүргенде әжемнің алдында өзіңе еркеледім. Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан. 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 Көгінде самғаған қайсарлық қыраны, алтын күн әлемге төгілген шуағы, бір уыс топырақ бойымның тұмары, қандай киеледі. Бақытым, байлығым, отаным болара, оны ешкім өзгерте алмайды сірада. Бабалар қалдырған осынша мұраға тек өзіме егермін. Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан. 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 Кешіміздің құрметті қонақтар мен профессорлар, оқытушылар ұжымының атынан ықылас күні. Жастарды бастары білімге, қаншама ісің бар игі, әйгілі болған бүгінде атыңды әлем таниды. Назарын көптің аударып, білімнің отын жандырып, осынау қара шаңырақ берік боп тұрсын мәңгілік. Білім ордасы ел мүддесіне қызмет ете берсін. 95 жылдық мерейтойы құтты болсын!